сол арқылы көріп отырсыздар ма, кім неше сұраққа жауап бергенін осы туралы бағалайтын боламын. Қосымша түсінікті сұрақтар келіп тұр. Ол сұраққа шынайы жауап берулеріңізді сұраймын. Интернетті қандай мақсатта пайдаланатын болуы? Жалпы интернетті әртүрлі мақсатта қолданамын. Шынына келгенде жасөспірімдерге көбінесе TikTok, Instagram желісі достарымен қарым-қатынас жасау бойынша қолданамын. Ал кейбір кездерде мұғалімдер бізге тапсырма берген кезде интернеттен қарап ақпараттанамын. Алғаш рет қолданып көргенде оларда бас ауруы, қозғалыс мәселесі болуы мүмкін. Алайда мамандардың айтуынша бұл құбылыстардың барлығы адам миы жылдам ойлана бастағандықтан және тез қозғалғандықтан ғана. Оның мақсаты анасының қайғысын мойындауға көмектесу болды. Мамандар Найлонның виртуалды бейнесі мен дауысын барынша дәл қайталау үшін 8 ай дайындалған және керекті барлық материалды ата-анасы ұсынған. Анасы қызының қайта жасалған бейнесін көру және есту үшін виртуалды шындық дулығасын сондай-ақ жанасуды. Міне жанынан қарағанда, мынау тігінен ұстасаңыз, қандай бұлардың тетіктері бар екендігі жаңағы жазылып атауларымен тұрады. Арт жағын тағы айландырсаңыз, арт жағы көрінеді. Жандарынан осылай көруге болады. Объектіні, яғни 360 градусқа қайтуге болады. Бұрып, айландырып, көруіңізге болады екен. Түсінікті ба? Жақсы. Жаңа тақырып бойынша сұрақтар бар сіздерде? Жақсы, онда келесі енді менде мынандай тапсырмаларға көшейік. Топтық жұмыс. Яғни сіздер қазір тұрасыздар да, менде мына жерде тақиялар бар. Осы тақияны аласыздар, ішін ашасыздар. Содан кейін сіздердің топтарыңыз қайсы? Сол топқа барып отыра қойыңыздар, е? Келе қойыңыздар. Ішін ашаңыз, ішін ашыңыз. Ішін ашыңыздар. Қолдарыңызды алып отыра берсеңізге де болады, сол жақта бар. Топтарға бөлінейік. Ішін ашыңыздар, ішін ашыңыздар. Үшінші топ десеңіз, үшінші топқа қарасың. Үшінші, екінші, бірінші топ. Енді сіздердің алдарыңызда түрлі түсті маркерлер, одан кейін бағалаймын. Бұған жұлдызша қойып отырасыздар, егер отырсаңыздар. Бірінші тапсырмада бар. Бұл жерде енді қараңыздар. Бірінші топ не істейді? Виртуалды шындықтың адам өміріне әсері туралы жазады. Бірінші топ. Бірақ пікірталас өткізесіңдер ме? Сондай ассоциация құрасыздар. Екінші топ. Виртуалды әлем мен шынайы әлем арасындағы айырмашылық. Және мен сіздерге виртуалдық әлем туралы ол айтуына өздеріне ойлайсыз ғой? Уақытпен де санасаңыз. Өмірде сен адамдар көбінесе қалаған нәрселеріне қол жеткізе алмауы мүмкін. Өзінің қалаған армандары, мақсаттары болса, немесе басқаша елестеткісі келеді өзін. Және де соның бәрін ол виртуалды әлемде ала алады. Мысалы, шынайы өмірде көп шындықты виртуалды әлемнен ажырата алмай қалу, яғни көп адамдар осы виртуалдық әлемге кіріп жатып, өзінің, мысалға болады ғой, өмірден қайғылы болып, өмірден шаршап кетіп, виртуалды әлемге кіріп, сояқтан шыға алмай қалады. Содан кейін шынайы өмірмен оның деген қарым-қатынасы жойылып кетеді. Өткен соң мектепке баруды да қоя бастадым. Сабақтан қашып кететінді шығардым. Ойынның бәрі тек ойын болатын. Виртуалды өмір көргендей, ол спортпен айналысып жүрді, одан бұрын спортпен неге барып жүрді? Бассейнге барып жүрді. Уәде беру уәдесінде тұрмаса, компьютер алдында өткізген уақытты бақылай алмаса, компьютер алдында отырып уақытын зая кетірмейді. Келесі сұрақ. Келесі сұраққа маған Тамири жауап берші. Виртуалды шындық бас киімдерін қолдануға тыйым салынбайды. Қарт адамдарға, көру қабілеті бұзылған